Бауыр басу теориясы туралы қандай түрлері бар? Мазасыз қарым-қатынаста болған жағдайда махаббат бәрін жеңеді. Іштей структурасы болмаған жағдайда бұл патология емес. Енді бір мысалды қарастырып өтейік. Барлықтарыңызға сәлем, менің есімім Меруерт. Мен ересектерге және ерлі-зайыптыларға жеке консультация жүргіземін. Сонымен қатар топтық терапияның жүргізушісімін. Бүгін мен бауыр басу теориясы туралы айтқым келіп отыр. Және бұл бауыр басу теориясы бізге үйлесімді қарым-қатынас жасауға көмектеседі. Және қандай әсерін тигізетіні жайлы айтқым келіп отыр. Біз өз қажеттіліктерімізді және басқалардың жақындық қажеттіліктерін түсінбеген кезде қарым-қатынаста көптеген проблемалар, қиындықтар туындайды. Бізде бауыр басудың қандай түрі бар екенін білудің арқасында біз жақсы қарым-қатынас құра аламыз. Жақын болуды үйренеміз. Сонымен қатар бауыр басудың түрі туралы білгенде біз кез келген қарым-қатынас тәжірибесін сәтті басқара аламыз. Бақытты бола аламыз. Көбінесе бауыр басу теориясын тәуелділікпен шатастырамыз. Осы тақырыпты кішкене болса да ашып көрейін. Біздің әрқайсымыз отбасында өстік, соған байланысты әртүрлі бауыр басу процесі қалыптасты. Бала өмірінің алғашқы күндерінде ана және баланың белгілі бір қарым-қатынасы қалыптасады. Бауыр басу теориясының авторы Джон Болби бауыр басудың 4 түрін қарастырады. Бұл теория адамның басқа маңызды адаммен қарым-қатынас жасаудағы негізгі биологиялық қажеттілігі деп саналады. Әдетте бұл ана, яғни баламен байланыста болатын бірінші адам. Сондықтан терапияда көбінесе барлық жолдар анамен қарым-қатынасқа әкеледі. Кейде бұл ата-ананың орнына баланы тәрбиелеген ата-әжелер болуы мүмкін. Ата-аналар баланы әртүрлі себептермен тәрбиелеуге берген болуы мүмкін. Және де бала дүниеге келген кезде маңызды адамдар қауіпсіздік сезімін тудыратын қорғаныс көзі болып табылады. Бала тек қорғауды ғана емес, сонымен бірге жақын адамдармен эмоционалды байланыста болуды қажет етеді. Егер біз сенімді, салауатты бауыр басу немесе қауіпсіз бауыр басу туралы айтатын болсақ, бұл ана балаға эмоционалды түрде қолжетімді болған кезде, анасы баланың қажеттіліктеріне жауап берген кезде, ол жеткілікті жылы, баланың сезімін қолдайтын, қабылдайтын сенімді қарым-қатынас құра алады. Яғни бұл ана баламен жеткілікті тұрақты болған кезде біртұтас байланысты айтқым келіп отыр. Бауыр басудың қандай түрлері бар? Біріншісі, орысша айтқанда здоровая привязанность, бұл бауыр басудың сау және салауатты типі. Ол ананың сәби туылғаннан жылы қабақ танытып, баладан алшақтамай ашуын көтере алатын жеткілікті тұрақты психикасы бар ананың нәтижесінде сау немесе салауатты тип пайда болады. Демек, үлкейе келе сәби ересек өмірінде адамдармен тұрақты, жақсы, жылы қарым-қатынасты құра бастайды. Екінші типті айтатын болсақ, бұл тревожная привязанность, бауыр басудың мазасыз немесе беймаза типі. Ананың сәбидің туылғаннан мазасыз қарым-қатынаста болған жағдайда осы тип пайда болады. Өсе келе есейген сәби әрдайым мазасыз жүріп, айналадағы қарым-қатынаста осы іс-әрекетін көрсетеді. Мысалы, уақытында қоңырау шалмаса, адамның тыныштығы кетеді. Егер жұбайы жұмысындағы құрбыларымен қыдыруға кетсе, жаман ойлар іштей туып, ең қорқынышты сценарийларды ойлап тауып, ұрысқа дайын болуы мүмкін, немесе жабылып қалуы мүмкін. Үшінші типті айтатын болсақ, бұл избегающая привязанность, бауыр басудың қашқақтайтын типі немесе алыстау типі деп айтқым келеді. Бұл тип ананың жақын болмаған жағдайда пайда болатын тип. Біздің әдет-ғұрпымызда кейде аналар келіннің міндетін балаға қарағанда көп атқаруы мүмкін. Оған көптеген факторлар әсер етеді.
әр отбасында тұрмыс тіршілік әртүрлі болғандықтан аналар балаға көңіл аудармай кетуі мүмкін, немесе анасы депрессияда болуы мүмкін. Сонда баланың психикасында ананың тұрақсыз екендігіне көзі жетеді. Үлкейе келе қасындағы адамдарға да сенімі жоқ болуы мүмкін. Ол адамдар біресе бар, біресе жоқ болып тұрады. Төртінші типті айтатын болсақ, бұл дезорганизованная привязанность, бауыр басудың шарқы бұзылған немесе берекесі кеткен тип. Көбінесе бұл отбасылық деңгейі нашар отбасында пайда болатын тип. Мысалы, ішімдікке беріліп кеткен немесе нашақорлыққа бейім ата-аналар. Шырқы бұзылған бауыр басу типі, ол мысалы балалары уақытында тамақтанбайтын, ұйықтамайтын, балаларға білім тәрбие бере алмайтын орта. Неге? Өйткені ата-ананың іштей структурасы болмаған жағдайда ол орынды режим, тәртіп, ережені балаға бере алмайды. Мысалы, кішкентайымыздан ата-ана қысты күні жылы киінуді үйретеді. Уақытында ұйықтап, тамақтануды үйретеді. Қоршаған системалармен қарым-қатынасуды үйретеді. Немесе ата-анаға қарап бала өседі, көргенін істейді. Шырқы бұзылған бауыр басу типі деп осы жоғарыда айтылған жағдайда пайда болатынын айтқым келеді. Енді бір мысалды қарастырып өтейік. Қыз бала былай деуі мүмкін: ол қызықты адамды байқады, олар ұзақ бойы бір-біріне қарап, бір-бірін ұнатады және бірге болу туралы шешім қабылдайды. Қызға ер адамның уәделері ұнайды, ол қыздың барлық проблемаларын шешілетінін айтады. Ер адам өзінің бұрынғы қарым-қатынасы туралы әңгімелеп жатқан кезде ешқашан маңызды қарым-қатынаста болмағаны туралы бөліседі. Себебі ол біраз уақыттан кейін іші пісіп зеріккенін айтады. Содан соң жаңа шытырман оқиғаларды іздей бастайтынын айтады. Ал қыздың оған іштей сенімсіздігі туады, бірақ бір дауысты естиді: сен шыдамдылық таныту керексің, махаббат бәрін жеңеді, ол өзгереді уақыты келе деген сияқты жұбату сөздерін естиді. Қыз оны қабылдаса да уақыт өте келе ол ашуланшақ бола бастайды. Ол үнемі уайымдай бастайды. Ер адамның не істеп жүргенін, немен айналысып жүргенін білгісі келіп, онымен кездесе алмаған жағдайда себебін анықтағысы келеді. Неге ол кездесе алмайды? Бірде ол жұмсақ, кешірім сұрайды, бірден ол қашқақтай бастайды. Біраз уақыттан кейін бұл эмоционалды әткеншектер қызды өзін-өзі бақылауды толығымен жоғалтуға келеді. Ер адам қоңырау шалған жағдайда қыз достарымен бірден кездесуден бас тартуы мүмкін. Ол бұрын маңызды болған барлық нәрсеге қызығушылығын жоғалтай бастайды. Бұл әткеншек ұзақ уақыт бойы осылай жалғаса алмайды. Өйткені көп ұзамай қарым-қатынас аяқталады. Осыдан ер адам қашқақтайтын бауыр басу типінің сипаттамасына толық сәйкес келеді деген қорытынды жасауға болады. Бұл нені білдіреді? Бұл арақашықтықтың артуы, ашуланшықтық, қарым-қатынастың дамуын тежейтін сценарийлермен мен сені жақсы көремін, сен маған ұнайсың деп айта алмауы. Мәселе қыздың өзі ойлағанындай қыздың ұнамағаны емес, оған лайық емес екендігі емес. Нәтижесінде ер адамда қарым-қатынаста басқа адамның және өзінің қатты тартылған кезде жақындауға қорқынышты сезімі. Бұл жағдайда алыстау оңайырақ, өйткені жақындасу өте қорқынышты. Ал қыздың мінез құлқы, оның ойлары, реакциялары мазасыздыққа сәйкес. Бұл тревожная привязанность. Қыздың әдеттегі істеріне көңіл бөле алмауы, тек қана қарым-қатынасқа қадалып қалуы және ер адамның іс-әрекеттеріне шамадан тыс сезімталдығын көрсету. Мұндай қарым-қатынаста тіпті жауап анық болса да, бұл байланысты тоқтату өте қиын. Мұндай қарым-қатынастар үйлену тойына да, отбасын құруға да кепілдік бере алады. Бірақ ерлі-зайыптылар өздерінің қарым-қатынастарын түсінбегенше
қашқақтайтын типте және мазасыздық типте әрдайым ара қашықтық болады. Немесе бұл эмоционалды әткеншек стиліндегі ұзақ мерзімді қарым-қатынастар болады. Қашқақтайтын типтегі адамдар шынайылықты аз көрсететінін қосқым келеді. Өйткені бұл жақындасуды тудырады әрине. Ол бауыр басудың типіндегі адамдардан қандай жиі сөздерді естуге болады? Сен паникаға қатты беріліп кеттің. Сен бәрін қиындатасың. Сен тым көп талап етесің. Мен бұл туралы айтқым келмейді, сөйлескім келмейді. Немесе сіздің тілектеріңізбен келісіп, бірақ іс жүзінде бұрынғыдай болып қалады. Сенен қанша рет кешірім сұрау керек деген сияқты сөздерді естуге болады. Егер сіз өзіңіздің мазасыздық типіңіздің бар екенін білсеңіз, сіз серіктесіңізден тіпті іс-шара сияқты кейбір мәліметтерді жоспарланған кеш туралы немесе тағы басқа заттарды алдын ала жоспарланғанын сұрайсыз. Әрине бұл ішкі қауіпсіздік қалаудың себебінен туындайтын әрекет. Бұл бауыр басу теориясы бізге қандай білім береді? Бұл сіздің мінез құлқыңызды, ойларыңыз бен сезімдеріңізді өзгерту мүмкіндігін береді. Бірақ көпшілігі өз бауыр басу типін білмейді, бұрынғы қарым-қатынастардың себептерін талдамайды және өзгерістерді байқамайды. Яғни бәрі бейсаналық деңгейде қалып қалады. Біз бауыр басудың түрін білген кезде, біз барлық салаларда, қарым-қатынаста, жұмыста, үйде, қоғамда оның әсерін байқай аламыз. Өзіңіздің және басқалардың бауыр басу типін түсіну қабілеті түсініксіз болып көрінетін болашақ қарым-қатынасты болжауға да көмектеседі. Біз дүниеге келеміз және біз үшін маңызды адамдарға тәуелді боламыз. Бұл тәуелділік құрсақта басталып, соңғы деммен аяқталады. Біздің миымызда тек ата-аналармен, балалармен және жақындармен байланыс орнатуға және сақтауға жауап беретін биологиялық механизм бар. Бала анасынан бөлінген кезде үмітсіз оны іздейді, немесе анасы қайтып келгенше жылайды. Және бұл наразылық мінез құлқы туралы реакция оның ересектер де көрсетеді. Бауыр басу механизмінің сигналын жақсы түсіну үшін, егер жақын адаммен бірдеңе болып жатса, немесе біз қандай да бір қауіп жақындап келе жатқанын сезсек, біз ауырсынамыз. Бір жерде ашуланамыз, өйткені маңызды адам, бұл маңызды адам және бұл наразылық мінез құлқының көрінісі. Барлығының жақындыққа деген қажеттілігі бар адамның. Бірақ біз бәріміз оған басқаша қараймыз. Қашқақтайтын тип бір адамға сезім арту, уақытын бөлу, көп күш-қуатты жұмсау қауіпті деп санайды. Өйткені уақыт бөліп жақындай бастаса, артында қорқыныш бар. Мен тастап кетсем, мен қалай өмір сүремін одан кейін? Мен одан да алшақтап жүрейін, одан да қарым-қатынас құрмай қояйын, немесе басқа адаммен құрып кетейін деген сияқты ойлар келеді. Немесе бауыр басудың мазасыз түрі керісінше жақындасу үшін бар күшін салып әрекет етеді. Бір жағынан бүгінде өмір аштық, күресудің қажеті жоқ. Біз ата-бабаларымыз сияқты жыртқыштардан қашпаймыз, бірақ есте сақтау қабілетіміз бар. Біздің миымыз Homo sapiens ол тарихи әлемге қауіп-қатерге бірдей реакцияларын береді. Егер бейненің басындағы мысалдағы жұпқа оралсақ, онда біз олардың екеуін де ажырату неге қиын екенін түсіне аламыз. Бұл әлсіздік туралы емес. Жақын адамды жақын ұстау маңызды болған кезде, мазасыздық түріндегі негізгі инстинкт және аулақ болу түрі жақындықтан қашу қажеттілігі бұл жаңағы алшақтау типін айтқым келіп отыр. Сондағы әр тип өзінің травмаларына сәйкес іс-әрекетінің қарым-қатынаста көрінісін көру. Мен бауыр басу теориясына қатысты жаман немесе жақсы нәрсе деп қарамауды ұсынамын. Ең бастысы бұл патология емес, бұл жерде өзіңді тану маңызды. Бір күні белгілі бір уақытта бауыр басу типінен жалыққан сәт келеді.
және мен бұнымен бірдеңе жасағым келеді деген ойға келерсіз. Әрине біреу айтуы мүмкін, маған қарым-қатынас енді қажет емес, бірақ сіздің біреулеріңіз мен басқа жолды қалаймын, мен өзгеруге дайынмын, мен өзімді түсінгім келеді деген шешімге келе алады. Бұл адамдардың осы терапияға саналы түрде келетін сәті деп ойлаймын. Әркім өзі үшін қарым-қатынаста не қалайтынын, не істегісі келетінін және қарым-қатынаста қандай жақындықты қалайтынын шешеді. Тақырып оңай емес, көңіл бөліп тамашалағаныңызға көп рахмет. Каналыма жазылыңыздар, лайк басыңыз. Келесі кездескенше.